Сәлем, менің есімім Нұржобаева Анель, мен жыныстық проблемаларды шешетін сексолог тренермін, және де бұл сыр білім парақшасы. Егер де сізде жыныстық проблемалар болса, төсек қатынасында, немесе жыныс денсаулық тарапынан сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде менің инстаграм парақшама тіркеліңіздер, және сол жерде көптеген пайдалы ақпараттарды аласыз. Енді бүгінгі тақырыптарға келсек, тақырыпқа. Негізінен менде бір видео болған, әйел оқырмандарыма өте маңызды. Әр әйел адам, менің ойымша, енді әр әйел адам әсіресе босанған әйелдердің арасында, немесе төсек қатынасқа түсетін әйелдерге бір уайымдайтын, көп сұрақ болатын тақырып бұл қынапты тарылту. Оны мен көп айтам. Бір видео болған, сол жерде мен тарылту жолдарын айтқанмын. Енді мына жерде бір қосымша ақпараттармен бөліскім келеді. Себебі күнделікті көп әйелдер менен сұрайды. Нитевой лифтинг жақын арада сұрады, плазма лифтинг, лазерное омоложение, чека-палочка, кремдер, плазма лифтинг сияқты өте көп қазіргі таңда нарықта осындай тарылту жолдарын ұсынады. И алдыңғы бір видеода мен айтқанмын да, қаншалықты олар қалай жұмыс жасайды, қандай әсерін тигізеді. Соны және де бір шешу жолдардың бірі бұл жаттығу жасау деп айтқанмын. Енді ең дұрысы дегенде, мына жерде ең басты нәрсе не, қыздар? Ең бірінші әрине. Сіз түрлі қазір айтылған нәрселерден плазма лифтинг, чека, крем, анау-мынау жасасаңыз, операция, лазерное омоложение, тіктірет, сондай нәрселерді жасайтын өте көп. Ең бірінші айтатыным, бұл сіз постоянно жасауыңыз керексіз. Это не так, что сіз бір рет жасадыңыз, и өмір бойы сізде қынаптар жоқ. Бұл временный эффект, яғни уақытша. Сіз оны жасайсыз, сіз бәленбай ақша төлейсіз, оның примерно ең, если брать, плазма, лазерное омоложение, ол примерно 50 мыңнан жоғары. 50-80, может быть, вообще 100 мыңдарда, примерно 100 мыңдай шығады. Себебі сіз ол бір рет жасамайсыз, сіз оны бірнеше курспен өтуіңіз керексіз. Енді ең маңызды нәрсе, қыздар, әйелдер, сіздің мақсатыңыз қандай? Тарылту дегенде, сіз тек қана қынапты тарылту деп ойлайсыз, тек тарылтам болды. И вот менде тар болса, все, бүкіл мәселелер шешіледі. То есть менің күйеуім менен кетпейді, маған көзге шөп салмайды, менде оргазм болады, мен ләззат аламын. Осылай ойлайды. Бірақ по факту ол олай емес. Ол физикалық тұрғыда сізге тарылтады, бірақ та уақыт ара бұл төмендейді. По-любому, даже сіздің күйеуіңізге күшті әсерін тигізсе, бұл уақытша, бірақ өзіңіз сіз күшті бір әсерін алмайсыз, То есть алсаңызда да өте уақытша, соны қайтан жасау керек болады. Сол үшін мен көптеген қыздарға айтам, ең дұрыс жолы әрине бұл жаттығу, оны кегел жаттығу айтады вообще бүкіл дүниежүзілік бұны кегел жаттығу айтады. Яғни интим бұлшықеттерге арналған жаттығулар. Ол сізді ешқандай операциясыз, ешқандай уколдарсыз, ештеңесіз, сіз бұлшықеттерді жаттықтырып, қынапты тарылтасыз. И қандай ең күшті эффект? Бұл тек қана тарылту емес, сіз өзіңіздің гормоналдық түрде, сіз жаттығу жасағанда, сіздің яичниктеріңізді, сіздің қынабыңыз, жатырыңыз, маткаңыз бәрі жұмыс жасайды. Қан айналымы дұрыс жүреді. Сіз оны тек қана тарылту емес, сіз бүкіл денеңізге өте күшті бір әсерін аласыз. И бұл сізге бір инвестиция ретінде өзіңіздің денсаулығыңызға, өзіңізді қалай сезетіңізде, қаншалықты сіз өзіңіздің денеңізді сезесіз. Ол бір үлкен инвестиция, который өмір бойы сізбен бірге болады. Сіз тұрақты сол жаттығуды үйреніп алып, өзіңіз тұрақты оны жасасаңыз, күшті әсерін тек қана қынаптың өзінде ғана алмайсыз. Толығымен гормоналдық түрде, то есть полностью күшті әсер аласыз. Сол үшін осы жаттығуға сіз көз бұрыңыз, бет бұрыңыз. Оны өте пайдалы және де әсер күшті болатын негізінен жаттығу. Қазіргі таңда біреулер айтуы мүмкін, о, әсері жоқ, анау-мынау, тыңдамаңыз. Білікті мамандардан сұраңыз. Бұл нәрсе уже миллиондап жылдардан бар.
қына бұл бұлшықет, және де оны жаттығу арқылы бұлшықеттерді қатайтуға болады. Любой дененің бұлшықетін сіз қалай жаттықтырасыз, дәл осылай қынапты да сіз жаттықтыра аласыз. Бұл физиология. Физиологияға сіз қарсы ештеңе айта алмайсыз. Жарай ма? Енді мынадай бір нәрсе бар, көбісі, даже білікті гинекологтар, қазіргі таңда айта кетейін, өте көп күшті гинекологтар бар, заманға сай гинекологтар, себебі олар оқиды, ізденеді, себебі өмір өзгеріп жатыр ғой, наука, ғылым бәрі күнделікті дамып жатыр. Олар заманға сай гинекологтар осындай нәрсені біледі. И көп гинекологтар айтады, жарайды, сен қазір мынаны жасасаң да, міндетті түрде ары қарай жаттығуды жаса. Қазіргі таңда өте көп гинекологтар солай айтады. Осындайда өте соны да естіп жүріңіз. Егер де сізге бір гинеколог, ой, не керек, анау-мынау, сіз басқа гинекологқа барыңыз да, сұрастырыңыз, білікті мамандардан сұрастырыңыз. Және де сіз осыған рано или поздно дейді ғой, по-любому сіз жаттығуларға келесіз. Себебі не істесеңіз де бір күні уже шаршап қаласыз. Ана күнделікті постоянно укол жасамайсыз ғой. Бір күні уже жаттығу керек деп бір шешімге келесіз, да? И сосын жаттығу бұл тек қана тарылту, понятное дело, тарылтады, жынысты мәселелерді шешеді, бірақ сонымен қатар бұл энергетический тұрғыда. Сіз жаттығу жасағанда сізде энергия прям көп бөлінеді, да? Прям өзіңізді күшті сезінесіз. Прям андай ресурсное состояние дейді, яғни бірдеме жасағыңыз келеді, өмірден ләззат алғыңыз келеді, сіздің настроениеңіз күшті, сіз өзіңізді позитивтік ойларды бірдеме жасаймын, бір андай ауыр энергетика емес та, сіз бүйтіп кейбір әйелдер андай болады, шаршап, да, бір уайым, ешқандай қызығушылық жоқ. Ондай болмайды. Керісінше жаттығулар сізге ашылуына, жұмысқа, қарым-қатынасқа өте жақсы әсер етеді. Маған келетін әйелдер, да, олар өз көбісі осындай жаттығуларды жасап, өзіңіздің қарым-қатынас күйеуіңізбен болсын, жұмыста болсын, балаларыңызбен, ата-анаңызбен қаншалықты қарым-қатынасыңыз өзгереді. Бұл бәрі денсаулық плюс энергия тұрғыда күшті әсерін тигізеді. Сол үшін қыздар, қайтадан айта кетейін, сіз түрлі процедураны жасасаңыздар да осындай әсерін бермейді. Ол сізге тек қана бір локальный дейді, тек қана бір қынапты тарылтады, болды. Гормоналдық түрде әсері ешқандай жоқ. Сіз өзіңізді қаншалықты бүйтіп энергия прям көп болады, ондай болмайды. Бұл тек қана физиология тұрғыда кішкене тарылту. Все. Түсінікті да? Ал егер сіз комплекстік түрде алғыңыз келсе, барлық саладан әсерін алғыңыз келсе, при этом айта кетейін, көп уақыт и прям көп ақша соған сіз төлемейсіз, да? Сіз просто үйреніп аласыз бір рет, и оны өмір бойы жасай бересіз. Осындай бір күшті тарылту жолын сізге кеңес беремін. Соған бет бұрыңыз, онысыны іздеп көріңіз. Ал егер де осы салада одан әрі біліңіз келсе, үйренгіңіз келсе, міндетті түрде менің осы видео астында Instagram парақшаның сілтемесі тұр, сол жерге кіріп тіркеліңіздер. Сол жайында осы тақырып жайында қынапты тарылту, денсаулық тарапынан жүкті бола алмайтын әйелдерді көбісі, немесе климакс болады әйелдерде, анда ерте қартаю, да, сондай мәселелер бар болса, осындай ақпараттармен мен өзімнің Instagram парақшамда өте жиі стористерде бөлісемін. Сол үшін міндетті түрде тіркеліп, сол жерде пайдалы ақпараттарды алыңыз. Осы видео сізге ұнаса, міндетті түрде лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз, және де менің YouTube парақшама тіркеліп, осы колокольчикті басың, және де жаңа видеоларды жіберіп алмаңыздар. Рахмет, сау болыңыз.